Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасаған анық ерекше әрі дәмді болып шығатын жұмсақ булочканың рецептісімен бөлісем, міндетті түрде менімен бірге болып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Ең алдымен ыдысымызға суымызды, сүтімізді, ашытқымызды, тұзымызды және қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырғаннан кейін майымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алып, ұнымызды салып қамыр үйлеуге кірісеміз. Ең алдымен осылай қамырларымызды жақсылап тұрып араластырып алғанымыздан кейін барып қолыммен илеп шығамын. Мінеки қамырларымды барлықтарын жақсылап тұрып елеп алғанымыздан кейін аузын жауып көтерілгенше қойып қоямыз. Жылы жерге қойып қойғанымыз жақсы болады. Біздің қамырларымыз жақсылап тұрып көтеріліп ашып шықты. Осы қамырларымызды бір қайтара басып қойғанымыздан кейін тағы да бір көтеріп аламыз. Неге біздің тағы да жақсылап көтеріліп алған қамырларымызды барлықтарын қойып алғанымыздан кейін бөлшектерге бөліп, өзіміздің бөлшкінің формасына келетіндей қылып бөліп ала береміз. Мысалға, әрқайсысын әртүрлі алуға да болады, бірақ әркім өзінің ыңғайына қарай мен 80-85 грамм болатындай етіп алып алдым. Осы алып алған бөлшкелеріміздің бөлшектерін барлықтарын дөңгелек етіп шығып, жақсылап тұрып булочкаға дайындап шығамыз. Мінеки біздің барлық қамырларымызды осылайша домалақтап алғанымыздан кейін ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайып, булочкаларымызды дайындауға кірісеміз. Қамырымызды жақсылап доп-домалақ қылып жайып алғанымыздан кейін дәл видеодағыдай етіп, ортасынан дәл осылай жауып, екі шетін кесеміз. Кескенімізден кейін екі жағын байлап, бантик формасын жасаймыз. Мінеки дәл осылай видеодағыдай етіп жасай береміз. Өте оп-оңай әрі қарапайым ғана жасалады. Барлық қамырларымызды бантик формасында жасап шығамыз. Мінеки біздің барлық булочка формалары дайын. Бетін жауып қойып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Булочкаларымызды табаға салып алғанымыздан кейін үстіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, мак сеуіп, 180-200 градуста пісіріп аламыз. Мен бірінші тапамның булочкаларын бетіне мак септім, екінші тапамның булочкаларын пісіру үшін бетіне қант себемін. Мінеки осылайша барлық бөлкелеріме қант сеуіп шықтым. Бұны да 180-200 градуста пісіріп аламын. Бір жасаған анық ауызда еритін бантик формадағы булочкаларымыз дайын болып шықты. Менімен бірге болып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.